Ертеде сонау чамалған жақтама, примерно қаскелең жақтама пенсияға шыққан математик әжейдің бір бойжеткен өте жалқау Дина дейтін қызы болыпты. Ой, қандай керемет! Менің жасаған бауырсақтарымда әрленіп пісіп жатыр ғой. Ой, апа, қараңызшы, менің бауырсақтарым менен қашып жатыр. Ойбай! Ай, қызым Дина, бер кел. Сенің жалқаулығың мен ұмытшақтығың бар. Дұрыстап тыңдап ал. Аспаздық саған оңай дүние емес. Оның шынайы математикалық негізі болуы керек. Көпшілігіміз тамақ дайындауды тек аспаздық тәжірибеге сүйеніп жасаймыз. Ал оның астында терең математикалық есептеулер мен пропорциялар жасырынып жатыр. Аспаздар үшін математика дәм мен текстураны дұрыс үйлестіруге, уақытты тиімді басқаруға және тағамды дәл пісіруге арналған маңызды құрал. Қамыр илеуде тек қолдың шеберлігі мен ингредиенттердің дәмділігі ғана емес, сонымен қатар математикалық есептеулердің де маңызы зор. Бұл жерде математика тек сандар мен формулаларды оқытудан тұрмайды. Ол біздің күнделікті өмірдегі қажетті құралға айналған. Қамырды дұрыс жасау үшін барлық ингредиенттердің мөлшері өте маңызды. Соны анау миыңа сақтап ал. Егер ұн мен судың пропорциясы дұрыс болмаса, қамыр тым қатты немесе сұйық болып кетуі мүмкін. Бұл жағдайда математика көмектеседі. Дұрыс арақатынасты табу үшін өлшем бірліктерін пайдалану қажет. Мысалы, бір кесе ұнға жарты кесе су қосу керек екендігін білеміз, ал енді соған пропорцияны есептеу арқылы көбейту мен бөлуді пайдаланамыз. Егер қамырды тым ерте пісірсең, онда жақсы көтерілмейді. Ал тым кеш пісірсең, қамырдың дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Мұнда математика уақытты дұрыс есептеуге және әртүрлі факторлардың әсерін бағалауда қажет болады. Ал геометриялық көмегімен қамырдың көлемін немесе пішінін теңестіруде математикалық есептер қолданылады. Ойбай! Қашқан нес? Математиканы білмегеннің кесірі. Міне пропорцияны тағамдарды дұрыс қос дегенмін. Ай, ұрпағыз, апа! Жалқау Дина мен әжесі бірін-бірін қуысып жүрген кезінде бауырсақ өз саяхатын бастады. Оппа, мен бауырсақпын. Апамнан да қаштым, Динадан да қаштым. Мен көңілді бауырсақ, әлемді кезгім келеді. Ойбай, бұл қандай құбылыс? Физика ғылымы бауырсақ табиғат құбылыстарына зерттейді. Табиғат құбылыстарына мысал ретінде күн күркіреуін, жаңбырдың жауын айталады екенбіз. Ең басында жерден су ыстық ауаның әсерінен жоғары қарай буланады екен. Жоғары көтерілген сайын ауа температурасы төмендейді. Оны ана тұрған таулардың басындағы мұздардан байқасақ болады. Жоғары биіктікте су буы туманға, яғни су тамшыларына айналады. Туманнан күн бұлттары пайда болады. Күн күркіреу үшін бұлт өте үлкен болуы керек. Бұлттың жоғары жағында температура өте төмен. Осының әсерінен мұз кристалдары түзіледі. Ол кристалдар төмен қарай тартылып су тамшыларына айналады. Үлкен бұлттан осылайша жаңбыр жауады екен. Ал енді найзағай, күн күркіреуі дегеніміз не? Ол электрлік искра екен. Ол қай жерде пайда болады? Егер біз шарды киімге немесе шашқа үйкейтін болсақ, электрлік искраны байқаймыз. Оны қараңғы бөлмеде жасап көрсеңдер болады. Найзағай дәл осындай искра. Тек қана
бірнеше есе үлкен болып келеді екен. Шотам бауырсақ, түсінікті ма айтқандарым? Түсіндім, Ұлықбек болды. Саған рахмет. Апамнан да қаштым, мақтаншақ Динадан да қаштым, найзағайдан қаштым. Ай, күйіп барам. Бауырсақ, найзағай ойнаған кезде оттан абайлау керек. Мен қазір саған оттың не екенін түсіндіріп берем. Сендер оттың қалай пайда болатындығы туралы және оттың өзі туралы көп ақпарат аласыңдар. Оттың түрлері көп. Мысалы, сары түсті, қызғылт түсті от, көк және алтын түсті от. От кейде біздің досымыз, ал кейде жауымыз. Ол бізді жолды жарықтандыруға көмектеседі, тамақ жасауға, үйді жылытуға көмектеседі. Ал кейде от біздің ең жақын досымыздан біздің ең жауыз дұшпанымызға айналып кетеді. От бізге өте ежелден таныс. Оны ежелгі адамдар ойлап тапқаннан бастап, адамның өмірінде от үнемі бірге жүреді. Ол үйлерді жарықтандыру кезінде, отындардың өртенуі кезінде, үйді жылыту кезінде, немесе басқа да заттарды жағу кезінде қолданылады. Айтпақшы, сен жасалып жатқан кезде, сені майға қуыру арқылы термохимиялық процесс жүріп, сен соның әсерінен осылай әдемі болып пістің. Ал бірақ отқа тым жақын келсең, сені күйдіріп немесе жандырып жіберуі мүмкін. Сондықтан оған қатты жақын келмей, тез арада қашып кет. Ой, онда мен бұл жерден қашып кетейін. Апамнан да қаштым, Динадан да қаштым, найзағайдан қаштым, енді оттан да қашам. Уа, қандай ғажап көрініс. Мына гүлдер өте әдемі екен. Ля-ля-ля. Әй, әрекет. Мыналар мен қуып жатыр ғой. Ай. Уф, әрең құтылдым ғой өзім. Аралар мен неге қуды екен? Сәлем бауырсақ, мен қырмызы гүлімін. Мен әлемдегі ең әдемі гүлмін. Сондықтан да аралар мені өте жақсы көреді. Себебі аралар гүлдерден бал жинау үшін гүлдердің тозаңын жинайды. Осы процесс барысында аралардың денесіне гүлдердің тозаңы жабысып қалады. Және олар басқа гүлдерге қонғанда тозаң екінші гүлдердің аузына түседі. Бұл процесс тозаңдандыру деп аталады. Және ол өсімдіктердің ұрпақ беруіне көмектеседі. Аралар қырмызы гүлін менен қорғаған екен ғой. Ақпарат үшін рахмет. Ал мен ары қарай саяхатымды жалғастырайын. Сау бол, қырмызы гүлі. Әлем қандай кен? Мұнда әртүрлі табиғат құбылыстары бар екен. Керемет жерлер. Анда үлкен таулар бар екен. Мен сонда барайын. Бауырсақ, сен олай таудың басына, биік жерге шықпа. Мен жер өзіме қарай сені тартамын. Тартатын күшім бар. Оны кезінде басына алма құлаған Ньютон бабаларың айтып кеткен жоқ па? Бүгін біз өте қызықты бір адаммен танысамыз. Оның аты Исаак Ньютон. Ол өте ақылды ғалым болған. Ньютонның ашқан жаңалықтары бізге айналамызда болып жатқан көп нәрсені түсінуге көмектеседі. Бір күні Ньютон ағаштың астында отырған екен. Сол сәтте ағаштан бір алма үзіліп, тікелей оның қасына құлапты. Ол таң қалып, неге бұл алма аспанға емес, жерге құлады деп ойлайды. Сендер байқайсыңдар ма? Допты лақтырсақ, жерге түседі. Қолыңа су құйсаң, ол да төмен қарай ағады. Бұл бәрімізге таныс құбылыс емес пе? Ньютон осыны терең зерттеп, мынандай қорытынды жасайды. Жер бізді және барлық заттарды өзіне қарай тартады. Біз бұл күшті тартылыс күші немесе ауырлық күші деп атаймыз. Осы күштің арқасында
біз жерге қарай жабысып тұрмыз. Заттар аспанға ұшып кетпейді. Ай да жерді айналып жүреді. Ньютонның осы жаңалығын біз бүгін дүниежүзілік тартылыс заңы деп атаймыз. Бұл заң ғылымда өте маңызды. Ньютон бабаларының айтуы бойынша, маған, яғни жерге жақындаған кез келген зат маған қарай, менің центріма қарай тартылады. Оны Ньютон бабаларың ауырлық күшімен тартылады деп айтып кеткен. Сондықтан бауырсақ жоғары шығып, көп тәлпіштене берме. Тәлпіштенбе дейді ғой, оның айтқан кеңесін біреу тыңдайтындай. О, неткен биік тау. Бұл қандай тау екен? Мен сол таудың шыңына шыққым келіп тұр. Ал мені ешкім тоқтата алмайды. Абайла бауырсақ, мен дүние жүзіндегі ең биік тау Эверестпін. Таулардың өзі биік болып келеді, және таулардың пайда болуы литосфералық плиталардың соқтығысынан пайда болады. Сол үшін де бауырсақ таулардың арасында абайлап жүр. Тау пайда болған жерде жыралар пайда болады. Сол жыраларға түсіп кетпе. Қатпарлы таулар жер бетінде ең көп кездесетін тау түрі. Олар көптеген көз тартарлық тізбек түзеді. Қатпарлы таулар адамзат өлшемі бойынша кәрі таулар. Алайда геологиялық тұрғыдан алғанда олар әлі де өсу үстінде. Қатпарлы таулар жер қыртысының қозғалуы нәтижесінде пайда болған. Жер қыртысы тектоникалық тақта деп аталатын үлкен бөліктерге бөлінген. Тақталар өте баяу қозғалады, жылына тек 1 сантиметрдей ғана. Тақталардың соқтығысу нәтижесінде әлемдегі ең әйгілі тау жоталары пайда болған. Еуропадағы Альпі таулары Африка мен Евразия тектоникалық тақталардың соқтығысуынан түзілген. Ол тақталар шамамен 55 миллион жыл бұрын соқтығыса бастаған. Бұл Альпі тауларының салыстырмалы түрде жас екенін көрсетеді. Солтүстік Америкадағы Кордильер таулары мен Оңтүстік Американың Анд таулары әр құрлықтың батыс жағында жайыла орналасқан. Тау тізбегінің екеуі де мұхит тақталарының құрлық тақталарының астына қарай субдукциялануының нәтижесінде түзілген. Ал ең биік қатпарлы тауларға Азиядағы Гималай тауы жатады. Оның ішінде жер бетіндегі ең биік тау да бар. Биік тау қатпарларының шыңдарының маңынан бақалшықтардың табылуы бұл таулардың бір кездері су астында болғанын көрсетеді. Іс жүзінде қатпарлы таулар әлі де біртіндеп өсуде. Рахмет саған. Ай. Осылайша бауырсақ жер планетасы мен Эвересттің ескертуін құлағына да қыстырмай, таудан құлап кедергілерге соқтығысты. Осыдан аман қалуы екіталай ау. Мен тірімін бе? Қайда түсіп кеттім? Жан жағымда неге басқа әлем? Роботтар? Цифрлар? Назар аударыңыз. Жаңа объект анықталды. Қауіп вирус. Тыңдаңыздар. Жүйе қауіпсіздігі командасын орталық алаңға шақырамыз. Жүйеге бауырсақ 2.0 объектісі келді. Бұл біздің жүйемізге қауіп төндіруі мүмкін. Оны жаңа антивирус FutureGuard AI мен сканерлеп, керек болса карантинге жіберу қажет. Жақсы, жаңа антивирусты сынақтан өткізіп көрейік. Бұл жасанды интеллект негізіндегі болашақ антивирус қой. Алдымен бірінші рет қолданайын деп отырған антивирусымды таныстырайын. FutureGuard AI жасанды интеллект негізіндегі болашақ антивирус. Ақылды алдын алу жүйесі дейік компьютерге жүктелмей тұрып, вирусты таниды. Жаңа зиянды кодты интернеттен анықтап, қауіп төнбей тұрбақ болады. FutureGuard AI
жасанды интеллект негізіндегі болашақ антивирус көзге көрінбейтін бақылау жүйесі фондық режимде жасырын жұмыс істейді, бірақ қолданушыға барлық қауіп туралы уақытылы хабар береді, жүйені тежемейді. Таныстырылым аяқталды, енді мен сканерлеу жұмысын бастаймын. Осылайша жаңа антивирусқа эксперимент жасалып жатқанда бауырсақ көрінбей жоқ болып кетті. Олар бауырсақ 2.0-ді барлық цифрлық ғаламнан іздеп жүр екен. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, бауырсақ қайда кетті?